Интернет ақпарат алмасатын, білім үйренетін және қарым-қатынас жасайтын маңызды орта. Бірақ соңғы жылдары желідегі агрессия, қорлау, мазақ ету, тіл тигізу сияқты әрекеттер жиілеп келеді. Көп адам мұны жай ғана пікір немесе эмоция деп қабылдайды. Алайда интернеттегі агрессия да шынайы өмірдегідей адамға ауыр психологиялық әсер етеді. Әлеуметтік желідегі дөрекі сөз, келемеж, кемсіту, жалған айыптау немесе әдейі тиісу адамның өзіне деген сенімін төмендетуі мүмкін. Әсіресе жасөспірімдер мұндай қысымды ауыр қабылдайды. Кей жағдайда бұл қорқынышқа, күйзеліске, қоғамнан оқшаулануға алып келеді. Саналы қолданушы қауіпсіз интернеттің негізі. Интернеттегі агрессияны тоқтату үшін бәріміз қарапайым нәрседен бастауымыз керек. Адамды қорламау, пікір айту мәдениетін сақтау және құрметке негізделген қарым-қатынас орнату.